бір қыз бар дейді да, хадисте айтады пайғамбар. Бір қыз бар, ол қыз түнімен намаз оқиды, тахажжуд, күндіз ораза ұстайды. Бірақ ол қыздың тілі сондай ұзын, ол өзінің көршісіне зиян береді екен дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, оның олай намаз оқып, ораза ұстағаннан пайда жоқ дейді. Ол тозақта дейді. Көрші деген кім? Ау? Үйдің жанында тұрған сосед деп ойлайсыз ғой, иә? Көретін адамың ғой. Иә, көретін адамың. Қазір сіз менің көршімсіз. Мен сізді көріп отырмын. Яғни сіз менің көршімсіз. Бірге жататын, бір партада отыратын, жаныңызда жүрген барлығы сіз үшін кім? Көрші. Көршінің ақысы қандай? Ауыр, иә? Тіпті мирасымның барлығын сол көршім алады деген хадисті де білесіздер. Яғни біз өзіміздің құлшылығымыз идеальный болса да, бірақ та біздің қасымыздағы көршімізге зиян беріп отырсақ, онда біздің жасап жүрген амалымыздан ешқандай пайда жоқ деген сөз. Енді ойланыңыз, сонда адамзаттың құндылығы Алла үшін ең маңызды болып тұр да. Сіздің намазыңыз өзіңізге ғана пайда болса, ал бірақ та сіздің мінез құлқыңыз қоғамға пайдалы. Қоғамға да зиян.